Илгерде өте ақылды және дана бір патша өмір сүріпті. Ол ажалы жақындап, өмірден өтетініне көзі жеткен шағында балалары мен уәзірлеріне мынадай 3 өсиет қалдырыпты. Мені жерлеуге алып шыққанда, денемді қабір басына дейін тек дәрігерлерім ғана көтеріп апарсын. Денемді алып шыққанда, мына жатқан жерімнен көріме дейін алтын, күміс, теңгелер шашып отырыңдар. 2 қолымды кебінен шығарып, салбыратып, ашылған күйде қалдырыңдар депті. Патша өсиетін мұқият тыңдаған бас уәзір оған барлық өтініштерінің орындалатынын жеткізіп, олардың мәнін түсіндіруін өтінеді. Сонда патша терең күрсініп, осы күндері бір нәрсеге көзім толық жетуде. Артымда қалғандарға соны сабақ ретінде қалдырып кеткім келеді. Бірінші өсиетім, адамға өлім нақты келетін болса, тіпті қасындағы мықты дәрігерлердің өзі одан құтқарып қала алмайтынын, әрі өмір мен денсаулық ешбір адамның қолында емес екенін түсіндіру еді. Екіншісі, мал дүние жинап шаршаған уақыттарымыз бекерге кеткен екен. Сүйіп өткен алтын күмісімізге дейін артымызда шашылып қалады екен деген шындықты ұғындыру. Үшіншісі, өмірге келгенде қолымыз бос болып еді, кетіп бара жатқанда да дәл солай бос күйінде аттанды деген ақиқатты еске салу деген екен. Достар, пайдалы ақпарат алған болсаңыз, каналыма подписация етіп, комментарийге өз пікіріңізді жаза кетіңіз.